Сіздерді ұлық мереке Қазақстан тәуелсіздігінің 29 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің қарқынды дамуы тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты азаттықты аялау, тағдыры тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің асыл мұратымыз. Тірлігіміз тиянақты, тәуелсіздігіміз берік болсын. Желтоқсанның жел аязы ызғары, қандымызды талай қазақ сыздады, ұлт қамышын шыққан сол күн алаңға азап шекті қайсар қазақ қыздары. Талай қазақ қыздарында тондыра, талай қазақ гүлдерінде солдыра, ел билеуге алып келді Колбинді қазақ ұлы Қонаевтың орнына. Егемендік бұл елімнің ерлігі, егемендік барлық ұлттың теңдігі, егемендік елін жерін қорғаған Ербол менен қайраттардың ерлігі. Желтоқсанның тәуелсіздік тірегі, желтоқсанда қадір тұтып тұр елі, есте сақта бағалардың ерлігін, жүректерге сақтау керек үнемі. Әлемге сәуле шықса ғажап күн, жаңа тыныс алып келер таң күліп, олай болса алтын жүрек қазақтың таңбасынан күн шығуы заңдылық, жарып шығып тас түнегін азаптың, шаңарақтың нұр сауласы таң болып, әз дүниеге ғашық болған қазақтың киіз үйді сүюде заңдылық. Қыздары болсын, ұлдары да татулықпен жақсы өмір сақталады. Спортты да ұмытпайды еліміз. Әлем чемпион болып келеді ұлтымыз. Ағалардан, аталардан үлгі тұтар кішілер. Сіздерді республикамыздың әр азаматы үшін айтулы күні тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміздің жалынды жастары мен бәйге тігіп бодандық құрсауына шығуға ұмтылған қыршын ерліктері бүгін тәуелсіз еліміздің жарқын істерімен жалғасын табуда. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сізге игілік, бақыт, бақ дәулет ырыс тілеймін. Тәуелсіздік туғызып ұларманның ұлы күнін дегендей әр қазақтың бүгіні күн. Келіп еді мойындатып күллі әлемге текті елдің тағы да бір ұлылығын.